Шыңжаң Уйғыр автономиялық өлкесі Қытай жерінің 6-дан 1 бөлігін алып жатыр. 2010 жылғы дерек бойынша мұнда шамамен 22 миллион адам тұрады. Оның 46% Уйғыр, 38% Қытай, қазақтар 7%-ға жуықтайды. Яғни қазақтардың саны 1 миллион 300 мыңға жуық. Қырғыздар 1%-ға жетпейді. Қалған 8% өзге ұлт өкілдері. Қазақстанға жақын Шыңжаң автономиясының қазіргі аумағын Цин династиясы 18 ғасырда жаулап алған. Оған дейін жоңғар хандығының құрамында болып, Шығыс Түркістан аталған еді. Сол кезден бастап бұл өлкеде түркітілдес ұйғыр, қазақ, қырғыз, татар, өзбектер өмір сүріп жатыр. Сарапшылардың айтуынша Шыңжаңдағы ұлттарды біріктірген ислам діні. Және бұл өлкені мекендегендердің көбі түркітілдес халықтар. 1884 жылы бұл өлке Шыңжаң деп атала бастады. Яғни Қытай тілінен аударғанда жаңа шекара немесе жаңа аймақ деген мағына береді. Кейін Шыңжаң өлкесінде ондаған жылға созылған наразылықтар басталды. Олардың арасында 1940-49 жылдар аралығында Оспан Батыр жетекшілік еткен көтеріліс те бар. 1949 жылы Шыңжаң ресми түрде коммунистік Қытайдың қарамағына өтті. 1953 жылы Қытайда ұлттарды идентификациялау науқаны басталды. Осы кезде 5 топ анықталды. Олардың тұрғылықты жеріне байланысты ханзу немесе Қытай, манчжур, моңғол, тибет және мұсылмандар болып бөлінді. Кейін Қытайдағы ұсақ ұлттар саны басым ханзу және басқа 55 ұлттан тұратын мемлекет ретінде танылды. Олардың 44-і автономиялық аумаққа ие болды. Шыңжаң Уйғыр автономиялық өлкесі 1955 жылы құрылды. 1950 жылдары Қытай автономияларының ішкісіне көп араласпайтын. Аз ұлттар ана тілдерін оқып, дін ұстануға құқылы болды. 1960 жылдардың ортасында мәдени төңкерістен соң Пекин автономиялық аймақтарға ханзуларды көптеп қоныстандыра бастады. Өзге ұлттарды да басқа аймақтарға көшіру науқаны жүрді. Бұдан соң Шыңжаңда ханзулардың саны көбейді. 90 жылдары Шыңжаңда этносаралық қақтығыс күшейе түсті. 1993 жылы Шығыс Түркістан ислам қозғалысы қарулы тобы құрылды. Олар Шыңжаң аймағында болған ондаған шабуылды мойындарына алды. 1997 жылы Үрімжіде теракт болып 9 адам қаза тапты, 74 адам жараланды. 2010 жылы Ақсудағы теракт кезінде 7 адам өліп, 14 адам жараланды. 2009 жылы шілденің басында болған Шыңжаңдағы ұйғырлар көтерілісін Қытай үкіметі күшпен басып жаншыды. Ресми дерек бойынша 197 адам қаза тапты. Құқық қорғаушылар өлгендер саны әлде қайда көп екенін айтады. 2011 жылы Хотанда полиция бөлімшесіне шабуыл жасалды. Арнайы операция кезінде 14 күдікті өлді. Билік олардың бәрі ұйғыр ұлтының өкілдері деп мәлімдеді. 2014 жылы Үрімжіде тағы бір теракт болып 31 адам қаза тапты. Қытай соңғы кезде Шыңжаңдағы аз ұлттарға қатысты саясатын күшейткен. Қазір аймақта орамал тағып жүруге, сақал өсіруге, исламның киелі жерлеріне зиярат етуге тыйым салынған. 18 жасқа келмегендердің діни мінәжат орындарына баруына, жаңа туған нәрестеге діни ат қоюға болмайды. Халал өнімдерге де тыйым салынғаны хабарланды. 2017 жылдың көктемінде Шыңжаңда адамдарды саяси лагерлерге қамап жатқаны туралы ақпарат тарай бастады. Халықаралық ұйымдардың дерегінше қазір өлкеде 80-ге жуық лагер бар. Ресми Пекин лагерлерді кәсіплену орталығы деп атайды. Қытай билігі Шыңжаңда экстремизм мен сепаратизмге қарсы күрес жүріп жатқанын айтады. Құқық қорғаушылар Қытай лагерлерде миллионнан аса адамды күшпен ұстап отыр дейді. 2016 жылғы дерек бойынша Шыңжаңда шамамен 10 миллион мұсылман бар. Соңғы уақытта Шыңжаң әлемдегі күзеті күшті аймақ аталып жүр.